Қайырлы күн, бүгін сіздермен ас үйде қолданатын күнделікті қазан табаларымызды өте оңай химикатсыз жолмен тазалауды көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар менде осындай бөлке нан қалпы бар. Бұл қалыпты мен біреулерден сұрастырып тапқанмын. Бірақ бұл қазіргі уақытта қолданылмайды, бұрынғы уақыттарда қолданылған. Байқағандарыңыздай майы өте қалың. Кір сабынды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Сосын суды қайнап тұрған суға сабынды саламыз. Суды осылай ыдысқа толтырмай салғандарыңыз дұрыс, өйткені ыдыстарымызды салған кезде суы сыртына ағып кетеді. Одан кейін порошок, ас содасын және де сұйық майды бірдей мөлшерде құйып шығамыз. Барлығы мен 6 ас қасықтан салып шықтым. Негізінде ыдыстарыңыздың майы қаншалықты қалың болса, соншалықты қоса беруге болады. Осылай бірінші қазанымызды салып 30 минуттай қайнатып аламыз да, сосын осылай кез келген губкамен, тряпкамен осылай езіп шықсаңыздар, бірден майы езіліп сүртіле салатын болады. Қараңыздар, видеодағыдай өте оңай кетіп жатыр. Осылай кез келген күнделікті қолданатын қазандарымызды тазалап алсақ болады. Енді бұл қазандағы қолданып жатқан майларымыз жақын арада болып жатқан майлар болғандықтан тез осылай езіліп ағып түсетін болады. Мендегі жаңағы бөлке нанның қалпы енді ұзақ жылдардан бергі қатып қалған май болғандықтан мен ол қалыпты ұзақтау уақыт қайнатамын. Енді 30 минут емес, одан ұзақ уақыт қажет болады. Міне осылай барлығын жақсылап тұрып сүртіп шығамын. Міне осылай нан елегіштерді тазалауға болады. Барлығын осылай қайнап тұрған жаңағы суға саламыз және тағы да 30 минуттай қайнатамыз. 30 минуттан кейін кез келген губкамен немесе сүлгімен сүртіп шықсаңыздар, тура видеодағыдай майлары ағып түсетін болады. Қараңыздар, қандай керемет болып тазаланып жатыр. Бұл жаңа елегіштердің негізінде әр тесіктерін тазалау оңай емес, бірақ осы әдіспен тазаласаңыздар, кез келген майы бірден оңай тазаланатын болады. Міне осылай барлығын жай ғана күшпен осылай сүртіп шықсақ, өте оңай тез тазаланатын болады. Енді табамыздың қақпағында осылай жақсылап сүртіп шығамыз. Және бұл ненің май жерлерін осылай жақсылап сүртеміз. Енді мен ана майлы жерлерін кішкене қырғышпен де қырып шықтым. Және бөлке нан қалпын салдым. Енді бұл қалыптың майы өте қалың болғандықтан 30 минут емес, одан да ұзағырақ уақытта қайнап шықты. Және де байқағандарыңызда менің қалпым мына ыдысқа толығымен сыймады. Жартылай ғана сыйды. Сондықтан екі жағын кезек-кезек аудара отырып, осылай жаймен қырып отырып тазалап шықтым. Енді бұл майлар бірден қырғаннан кете қоймайды. Кішкене кезек-кезек аудара отырып, қайнаған суға жібіте отырып, солай езіп отырып тазаладым. Егер де бұл қалып бір ыдысқа толығымен сыятын болса, онда кішкене болса да оңайырақ әрі тез уақытта тазалана шығатын еді. Міне енді осылай екі жағын аудара отырып, пышақпен де арасынан қырдым. Бұны енді бір ғана сүрткеннен кете қоймайды. Осылай пышақпен немесе қырғышпен қырып отырып, жақсылап осылай кезек екі жағын аудара отырып тазаладым. Жалпы бұған енді кішкене ұзағырақ уақыт кетеді. Мен енді суым өте кірленіп кеткендіктен ауыстырып, тура солай жаңағы қоспаларын салдым да, тағы да осылай қайната отырып тазалап отырдым. Енді осылай ыстық сумен жұмыс жасағаннан кейін байқап отырып тазалау керек, өйткені кәдімгідей ыстық судың ішінде тазалап отырғаннан кейін қолымызды күйдіруі мүмкін. Сондықтан мен тряпкілермен осылай ұстап отырып тазалап алдым. Міне байқап қарасаңыздар, менің тазалаған ыдыстарым өте әдемі, жылтырап, керемет болып шықты. Міне қазандарымызда өте таптаза, жалтырап тұр. Менен көпшілік инстаграмнан, тиктоктан оқырмандар сұрады, қазаныңыз таптаза екен, қалай тазаладыңыз деп. Сондықтан мен осы өзімнің тазалау әдісімді сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Сіздерге пайдасы тиіп жатса, мен өте қуанышты боламын. Бөлке нанның қалпын барынша тазалауға тырыстым. Міне қараңыздар, осылай таптаза болып шықты. Қараңыздар, қандай әдемі болып, бастапқы қалыптан айырмашылығы өте көп. Міндетті түрде осы тәсілмен үйдегі күнделікті қолданылатын ыдыстарыңызды тазалап алсаңыздар болады. Егер де видеоны достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нағима.